Ой, рахмет, қандай керемет, дәл осылай. Барлықтарыңыз бүгінгі тойдың керемет өтуіне атсалысайық. Ендеше, Гүлім тәте, Бекзат аға қайдасыздар? Маған дәл осы екі кісі сияқты, енді бұл кісілерден басқа ортаға 5 адам шақырып беріңізші. Ол кісілер осы тойды көтеретін, жандыратын қонақтар болу керек. Кім шақырамыз бірінші? Аружан. Аружан қандай туысқан? Жиендердің. Жақсы, жиендердің атынан Аружан, солай ғой? Аружан қайда? Ортаға шақырайық. Аружан ортаға билеп келсін, бар ма? Жақсы. Опа! Ой, бәрекелді. Қош келдің, Аружан. Дәл осындай. Келесі кім бар? Жақсы. Күміскүл бар. Күміскүл тәте бар дейді. Күміскүл. Байқоңырдан келген Күміскүл тәте қайта? Ортаға билеп шықпай ма? Ой, рахмет. 80-ші ғасырдан келген екен тәтеміз. Дәл осындай жандыратын, ішпей ішсе қуат болады ғой, сондай адамдар ше қатты билейтін кім бар келесі? Жанар келдің ғой. Жанар деген Жанар ханым қайда екен ортада бар болса? Опа! Жанар ханым қайдасыз? Жанар ханым бар ма? Жоқ па? Жақсы. Ер адамдардан бар ма Жанар ханым келсін ортаға? Ер адамдар кім бар аға? Өтеген. Өзім. Бағанағы біздің Өтеген аға ғой. Бір сыйлықты бердік аға, Өтеген аға. Сізге алдын ала беріп қойдық сыйлықты. Өтеген кітап бір бейін қарсыз жақсы. Жақсы, тағы Жадыра ханым. Жадыра ханым ортаға келсін. Жадыра ханым қайда? Құдаша дейді. Жадыра ханым. Құдаша Жадыра ханым. Төрде отырған. Жақсы. Шыққысы келмей отқан сияқты. Басқа кім бар? Так, 1, 2 келе жатыр ма? Жадыра ханым, кәнекей ортаға келе қойсаңыз. Маэстро музыка болмаса шықпайтын сияқты. Жадыра ханым. Ой, апай, опа! Қош келдіңіз апай, тойыңыз той болсын. Енді аға, ер адамдардан Өтеген аға сияқты кім бар тағы да? Бір адам, сонымен қорытындылаймыз. Ерғазы деген ағамыз бар екен. Ерғазы аға қайда? Ой, Ерғазы аға. Опа! Ерғазы аға енді қатты билейтіні көрініп тұр. Енді бұл кісілердің барлығы бізде биші қонақтар аға. Және сіздің тойыңызда байқадым, барлығы күшті көңіл күйде жүр, барлығы күшті настроениеде жүр. Және бұл кісілерді қазір ортаға билететін біздің Илигай шоуымыз бар. Илигай шоу қыздарын қарсы алайық ортада. Кәнекей ортада қошемет! Опа! Енді тойларда көріп жүрген боларсыздар, тойларда осындай керемет интерактив қонақтармен би бірінші болып бастайтын. Енді ер адам бастаған дұрыс шығар, Кім? Өтеген аға сіз ба? Ал кеттік ал. Өтеген ағаны шақырайық. Мынау Өтеген аға. Мынау бүгінгі күннің жастары, сіз кешегі күннің жассыз. Сондықтан жастарға есені бермеу керек. Ортаға тұрыңыз, жастармен бірге керемет би билеңіз. Сонымен Бекзат аға күнде 50-ге толмайды. Ортада Өтеген аға және қошемет!
ғой. Енді бірінші орын береміз, оны дәлелдеу керек бірінші. Ал кеттік тәте, мына кісінің қарқынын көрдіңіз. Сіз одан да асып кетіңіз. Енді сіздің есіміңіз кім еді тәте? Күміскүл тәте. Өзі қараңыздаршы. Такая красивая ше. Инабатты кәдімгідей. Бидің сөзін жаттап келдіңіз ғой тәте. Ал кеттік ал. Сонымен ортада Күміскүл тәте және Илигай шоу. Вот, аяқ киім шешілді. صاحبي كلمني وقال لي انزل لي رايحين نسهر رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب طلبت عصير ما انا مش بشرب ما طلعش عصير انا كده بشرب مش هي عصافير بتقول ما بتعمل Рахмет. Күміскүл тәтеге қошеметтеріңіз болсын ағай. Ой, рахмет. Күміскүл тәтеге өзі кәдімгі тойдағы билерді билейтін сияқты ғой, соған дайындап келген сияқты ғой. Рахмет Күміскүл тәте, орныңызға келсеңіз. Үшінші болып енді сізді шығарайық. Есіміңіз кім еді? Аружан. Енді Аружан бұл жас. Аружан жақсы билейді деп ойлаймыз. Келіңіз Аружан. Енді Аружан ортаға мына би тобының қыздарынан да асып түсетін қылып билеуің керек. Кестік қой. Ал Аружанға қол соғып шабыт беріп отырайық. Маэстро музыка. Туысқандарайға. Жиектерайға. Ой, рахмет. Аружан біраздан бері сиыр саумағансың ғой деймін, Что-то бел деген екен. Вообще саумайсың ба? Бәсе бел деген бүгілмей атыр. Ал жақсы. Келесі болып бізде енді ағамыз шақырамыз ба? Аға, ал кеттік ал. Енді сіздің мына алдыңызда ашып қойғаныңыз. Ал кеттік. 50 жаста билемегенде қашан билеймін дейді. Көреміз аға. Ол музыканы менке білмеймін, бағынан көреді. Ал кеттік ал. Елбаз ағаға қошемет, 76-лар поддержка. Қошемет! Ортаға Елбаз аға, ортаға! Опа, давай она! Рахмет. Аға, бұл сіз бар білесіз ба ше? Мыналардан да жас сияқты сол кәдімгідей. Қолшы кеткен баяғыда қатты билейтін едіңіз. Бәсе. Жақсы, енді сонымен бізде кім қалды? Бір адам бар еді ғой бізде. Бір адам бар, қашып кеткен жоқ па? Кім бар? Кім? Кетіп қалды ма? Қайда кетіп қалды? Апай деген тығылып қалыпты ғой. Апай билегіңіз келмей тұр ма? Жақсы. Апайға бүйтейікші. Апай 182-ші мектептің ұстазы химия пәні, солай ғой. Апайға билемей-ақ ұстазға бір қошемет соға салайықшы. Рахмет апай. Сізге бір сыйлық, билемей бірден сыйлық беремін.
апай. Ұстаз жақсы, ұстаным жақсы дейді. Аман болыңыз, сау болыңыз. Елге берген өнеге көрсетіп жүре беріңіз. Ал енді бірінші бізде қазір өнер көрсеткен аға өзіңіз ғой. Енді ағаға қазір бал береміз. Кім қанша пайыз береді, сол ұтты бірінші орынды иеленеді. Сонымен біздің Өтеген ағамыз қанша пайыз қошеметке лайықты? 30%. 95%. Өте күшті. Екінші болып шыққан Күміскүл ханым. Солай ғой. Күміскүл ханым қанша пайыз қошеметке лайықты? 30%. 40. 50. Ой, рахмет. Өкінішке орай, өкінішке орай. 50%. Келесі болып бізде өнер көрсеткен қатты сиыр сауатын Аружан! 30, 40, 50, 60, 70, 80. Рахмет Аружанға 80%. Ал сонымен ең соңғы болып қорытындылайтын 76-ға қоясыз де, 76-лардың партиясы Тапсурдиска, Ерназана 30, 40, 50, 60, 70, 80, жақсы. Ағамыздікі 90%. Сонымен бүгінгі сайыста жеңіске жеткен, бірінші болып өнер көрсеткен Өтеген мырзаға қошеметтеріңіз болсын. Рахмет. Өтеген сразу арызыңызды өтіп кетсең. Жақсы, Өтеген аға бізге бағана қарыз еді ғой. Сонымен кеттік аға, қарызды орындаймыз, ортаға шығыңыз. Бағанағы бір кәте билемей қалды, соның орнына 5-ші би бағанағы қарыз. Оның подаркасын беріп қойдық аға, жеңшеге. Ал қошемет, бүгінгі тойдың жеңімпазы Өтеген аға. Қошемет қайтасыңдар, 76! Опа! Еще! 76! Опа! Ой, рахмет. Аға кереметші. Айтарға сөзім жоқ. Аға бір сұрақ қойсам бола ма, аға? Осындай би билеуіңіздің сыры неде, аға? Айтыңызшы. Білмеймін. Жақсы, рахмет. Енді құрметті де қадірменді ағайын, мінекей біздің Бекзат ағамыздың тойын көтерген барша достары және туыстары. Баршаңызда бірінші орынға лайықтысыздар, сый-сияпатын табыстап қойсаңыздар болады. Той құтты болсын. Сондай досым ол, әдеші.
Ағамыздың жан досы екен да. Ағамыздың тойында билемегенде қай кезде билейді? Рахмет аға, аман болыңыз. Барлық тойды аға, Құдай қаласа 76-лардың тойы басталды ғой. Бүкіл тойды осылай көтеріп жүріңізші. Сізге денсаулық берсін Алла. Той құтты болсын. Ой, бәрекелді. Ары қарай кешімізді жалғастырамыз. Келесі болып асабаның алаңына шығатын сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Илигай шоу ансамбліне қошеметтеймін. Ой, бәрекелді. Бақыт сәттерін бағалай білетін құрметті қонақтардың алдында біз кешімізді әрі қарай жалғастырамыз. Келесі болып асабаның алаңына шығатын біздің Бекзат ағамыздың барша ұжымдастары. Құрмет қошеметпен ТМС ұжымы ортаға келсеңіздер, Ақтілектің алаңынан табылсаңыздар. Қайдасыздар, коллектив! Кезінде бір кісіден сұрапты ғой, осы бақыт деген не деп? Сөйтсе ана кісі айтыпты, бақыт деген таң атпай ерте тұрып жұмысқа барғың келгені және қатты үйге қайтқың келгені деп. Неге десе, өйткені жұмыста сенің коллективің жақсы, бастың жақсы, ал үйде сенің отбасың күтіп отыр дейді. Мінекей ағаларымыздың көңілінен ұжымдастардың қандай жақсы екенін көріп тұрмыз. Сол себепті ұжымдастар сіздерге мың алғыс. Аман болыңыздар, той құтты болсын. Орта келіңізші, тәте келіңізші. Бейш адамды бағанадан бері таба алмай жатып, нағыз бейш мына жақта жүр ғой. 10 секунд музыка қойшы, 10 секунд. Рахмет ағамыз, сіздеріңіз жақсы. Кәдімгідей жүгіріп келіп тұр ғой, бензинді елестетпейді. Жақсы, ал енді Ақтілектің кезегі өздеріңізде. Кім сөйлейді? Сөйлейтін адам бір. Ağabeyim sağlamam bezdim. Ya cenabı bәріңді баш болсын, той болсын, бақыт болыңдар. Амин. Сен менімен бірге билемедің бірақ. Сол үшін кімсің? Ağabeyim sağlamam bezdim. Ақсы болыңдар. Тек қуанышпен, жақсылықпен, бақытпен. Аса естек айтамын. Ойын досым деді. Алло. Ағай, құдай шешем. Başına, arkasında makavanı veriyoruz. Biz doğrusun.
Ең сау. Бакияға. Ағам шамалда мен жылайтын сияқты ғой қазір. Құрметті Наташа, бүгінгі тойдың иесі Резактың гүлінің тойы құтты болсын. Жасына жас болсын. Ортамызда көрінген жастарымыз ағзамызда көп болып көрінгіміз келіп жатыр. Жолда келе жатыр жолдастары. Барлығының атынан біздер келіп тұрмыз. Сырдария өзенінің ары бетінен келіп тұрмыз. Бәріңіздің үйлеріңізде той қуаныш болсын, ауырмаңыздар. Маңыздысы денсаулықтарыңыз болсын. Той тойласа кетсін. Ой, рахмет. Әне кәнеке сый-сияпатыңыз табыстап қойыңыздар. Сөйлейсіз ба, тәте? Қосылайық енді, біраз уақыт болып қалды, ағай. Енді сіздерге қанша сый-сияпат берсек те лайықтысыздар. Және де жаңа Сырдарияның арғы бетінен келдім дедіңіздер ғой. Мен де арғы бетінен келдім. Мінекей, жұмыста күшті болып шай ішіп отырыңыздар. Сый-сияпат сіздерге табыстап қойайық. Айтып отыр ғой жаңа. Бүгін бейресми күн еді ғой. Бала барды, жаттылады, бәрі жолда көрші. Өзім сияқты ауылда жүріп жігіттер, мына жігіт, төлеудегі жігіт бақылдан келіп үлгеріп қалыпты таксимен келген ғой. Қалған балалар пойызда үлгермей жатыр. Әңгіме жоқ, әдесі ғой. Рахмет аға, кәнеке ортаға тұрыңыздар, суретке түсіп алайық. Күлімді де қайдасыз. Ұжымдастармен керемет естелік фотоға түсіп алыңыздар. Ары қарай кешімізді жалғастырайық. Ой, бәрекелді. Ой, бәрекелді. Рахмет ұжымдастар, орындарыңызға жайғассаңыздар. Ал енді құрметті де қадірменді барша ағайын туыс бауырлар, бағана тойдың басында айттық. Бізде көптеген номерлер бар. Әр тілектен кейін бір өнер. Енді қазір керемет бір өнер айтылайын деп тұр. Бірақ оның алдында ерекше арнайы өздеріне бір тос бергіміз келіп тұрған бір жандар бар. Ол кісілер бүгінгі той иесі Гүлім тәтеміздің барша достары. Яғни 79 жылғы тәтелеріміз. Құрмет қошеметпен барша 79 жылғы тәтелерімізді ортаға шақырайық. Маэстро музыка билеп келеді. Опа! Ой, рахмет. 79 жыл тәтелер бәріңіз бірдей киініп келіпсіздер ғой, қып-қызыл Алжастығыздан қайда? 79-да осындай болады еді ғой. Рахмет, аман болыңыздар, сау болыңыздар. Ақ тілектің кезегі өздеріңізде. Кімге берейін? Нұргүл кесе? Бәйділдей Нұргүл. Бізде қос Нұргүл бар ғой, ұмытпай ма Бәйділдей бар. Ал құрметті тойға жиылған тойшы қауым, бүгінгі себеп біздің Бекзат күйеудің бүгінгі туылған күні 50 жас. Елдің жасы 50 дейді ғой. Міне белеске шығып атсың, әже ата болып атсыңдар. Аллаға шүкір, немере, шөбере. Шөпшектің қолынан су ішуді Алла нәсіп қылсын сіздерге. Алла жақсы күндерді нәсіп қылсын. Бастарыңыз аман, бауырларыңыз бүтін болсын. Айдан аман есен, тек жақсылықпен бір-біріміздің қуанышымызды бөлісіп жүре берейік. Гүлім, 79-дар бүгін сіздің тойыңызға келіп қалдық. Осы Гүлім, Бекзат Гүлімді алып қашатын кезде өзім барып едім. Гүлім, сен бүгін алып қашайын деп тұрды. Міне содан да біраз жыл уақыт өтіпті. Бала келін болдың, ана келін болдың. Осы тұрғанда тойға Аллаға шүкір деп айтайық. Ел халыққа сүйсініп қарайтындай дана келін болдың. Аллаға шүкір деп айтайық.
гүлімдей ана болсаңдар гүлімдей болыңдар деп айтқым келеді мен бір ауыздан. Бүгін біздің ортамызда гүліміз. Гүлім енді мен гүлімнің алдында кінәлімін. Өзі де біледі. Оны айтпай-ақ қояйын. Иә, Шоман елі бүгінгі Бекзат бауырларымыздың туған күні құтты болсын. Төрге отырған үлкендері, қарттары бар үйдің қазынасы бар дейді. Қарттарыңыз аман болсын. Қазыналарыңыз таси берсін. Бастарыңыз аман, бауырларыңыз бүтін болып, айдан аман, жылдар есен болыңыздар. Бекзаттың үйіне тойға келейік, Алла бұйыртса. Алла жақсы күнімізді көп болсын. Барша ағайын туыс осы залға жиналған жақсы да жаман да келіп жатқан жер ғой енді. Құдайға шүкір бүгін той тойлап келіп жатырмыз. Жақсы ниет тілеп келіп жатсыздар. Тілектің бәрін ақ қылсын. Алла өздеріңізге жақ қылсын. Тілектің бәрі қабыл болсын. Періштенің құлағына чалынсын. Періштелер әумин десін. Өмірлі шүбірлі болып, сіздердің жолдарыңызды Құдайға шүкір бізге берсін деп тілеймін. Біз 79-да биыл той болып жатыр еді. Шүкір, тойымыз жалғаса берсін деймін. Гүлімнің жолын берсін маған. Құдайға шүкір. Олдың біздің 79-дардың ортасында тек гүлімнің келіні бар екен бізде. Қызда әйтеуір бізде бәріміздің қызымыз кетіп болды уже. Енді олдың несі бұйыртсын Алла. Алла жақсы күнді нәсіп қылсын. Біздің өзіміздің гүлімге подаркымыз бар. Қосыламыз. Мынау енді қыздар айтады, гүлімнің жасаса ғой, қыздар ғой, қыздар болады ғой. Қыздар айтып отыр ғой, дұрыс болсын. Аман болсын, балдар аман болсын, қарттарың аман болсын, ендерің сау болсын. Мынау сыйлап келіп, рахмет. Баласы қарайын, аман, ендерің сау, бай қуатты өмір сүріңдер. Ой, рахмет. Ал енді 79-дардың орындауында ортада хор десең, әте болып келіпсіздер ғой. Тәте баршаларыңыз ортаға ағамыз бен тәтемізді алып суретке түсіп ала, керемет. Және осы екі кісінің қолдарынан ұстап, ортаға қазір би алаңына алып шығатын боласыздар. Ал кәнекей 79 барша 79-дардың құрметіне ортаға керемет билер.
мінекей орындарыңызға жайғассаңыздар, баршаларыңызға алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Рахмет, барша қауым. Тойымызды әрі қарай жалғастырамыз. Келесі болып жаңа ағамыз бен апамыздың шаңырағындағы балалардың үлкенінің өнерлерін тамашаладық. Енді кенжелер не декен? Кенжелердің де өнерін тамашалағанды жөн санап тұрмыз. Тарихта ұлы қолбасшы болған Наполеонға біреу бойының қысқалығын мұхатпақ болып, сен маған қарағанда ұзынсың, я десе, я сен маған қарағанда ұзынсың, бірақ биік емессің деген екен. Сол сияқты біз қанша биікке шықсақ та, тіпті ел басқарған басшы болсақ та, ата-анамыздың алдында мәңгілік перзент екеніміз анық. Ендеше құрмет, қошеметпен Бекзат ағамыздың перзенттері және де кенжелері Жанерке мен Алинұрды рахмет, әке, мың алғыс әнімен шақырамыз. Ой, рахмет. Жанерке мен Алинұрға ерекше қошемет көрсетіп қойыңыздар. Мінекей әкесіне мың алғыс рахмет деп жатыр. Аман болсын балалар. Балалар біздің мерейімізді асыратында аман болыңыздар, сау болыңыздар. Ата-анамыз әрине бәріміздің мәңгілік емес. Олар барда
айтылмаған сөз, берілмеген мейірім, ол жүректі өртейді. Үлкендеріміз, ата-аналарымыз аман болса, біздің ең шынайы бақытымыз сол. Құрметті ағайын, енді ата-аналарымыз тірі кезінде оларға рахмет деп бір жылы сөз айту, олардың өмірін ұзартудың ең жақсы жолы. Сондықтан да әрқашан ата-аналарымыз аман болсын. Сіздерге мыңда бір рахмет, құрметті ағайын. Енді мына 76-лардың барлығы сыртқа шығып жатыр. Бұлар тойдан қайтып бара жатқан жоқ. Керемет бір шоумен ортаға кірейін деп жатқан біліп отырсыздар ғой. Енді олар шығам дегенше мен өзі қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімін, сіздерге бір әңгіме айтып берейін. Кезінде мына сіздер әсіресе осы үлкендер әдебиетті көп оқыдыңыздар, кітапты жақсы оқыдыңыздар. Мына Қадыр Мырза Әлі атамыздың Иірім атты әдеби эссе романы бар. Сол романда атамыз талай жазушыларға қызмет көрсеткен, талай ақындарға гонорар берген кісі. Сонда атамыз бір керемет нәрсе жазып қалдырыпты сол кітапта. Мен жазушылар одағында қызмет істегенде көп жазушыға қаламақы бердім дейді. Сол қаламақы беретін кезде оларда 30 мың, 40 мың рубль берем де, ал өзім 3 мың, 4 мың ғана рубль айлық алам дейді. Сонда менің ойлап тапқан нәрсем, қаламақы берген кезде мырза деп қол қоям. Ой, бәрекелді, талай соғыс өте берсін басынан, кім бар артық бала кезгі досыңнан. Той дегенде ойдан, қырдан қосылар деп 76 жылғы барша ағаларымызға, тәтелерімізге ерекше қошемет болса. Ой, бәрекелді. Мінеке ақылы көпті дау алмайды, ақылы көпті жау алмайды, досы көпті дау алмайды дейтінбіз. Ағамыз қасына дос жинағанын көріп тұрмыз. Осындай достықтарыңыз мәңгілік болсын деген ниетім, тілегім бар. Ал сөз кезегі өздеріңізде. Кімге берейін аға? Пушкан деген жаңағы Бекзаттың досы ғой енді. Жалғыз Бекзат туғаныңның құтты болсын, өміріңде бақытты бол. Мен жаңа болсын. Мен шын көңілмен айтамын. Өлмек тек қана бақытты болыңыздар. Сіздерге бақытты болыңыздар. Мына жайылған дастархан тек қана қуанышқа, тойға жайылсын. Сіздерге бақытты болыңыздар. Мен бірақ айыпты. Мен жан жобасы дегеннен кейін менің сатсыз Пушкин шыққан. Кімі Пушкин деген? Сондықтан да құрметті ағайындар бәрі әзір болсын. Пушкин сен ренжіме. Енді сен Рахмет.
Микрофонды ұстап жүрсеңдер жігіттер. Ал енді ағалар соғысып кетпесін, баяғы тойлардың бәрі осылай аяқталатын еді ғой. Ал енді ағалар тілек айтатын кезде бір қадам алдыға шығып айтайық. Рахмет. Ассалаумағалейкум қойшауым. Бекзат сосын. Мәңгей жарым. Бекзат досым, 20 жасың құтты болсын. Күлмеген күнде бақытты болыңдар. Көрген балдар қызыл немере жүрсек сүйіп. Досым, сізге қыз айтып кетейін бай. Өзімде мен алып қашып бермедім ғой Бекзатқа. Өмірде бақытты болып жатыр ғой, немере шүгері сүйіп жатыр. Жаман болған жоқ. 20 келіп атып бізде өйтіп. Жетіп қалдылар. Енді 20 жас жасаңдар. Әмізді жағарма сен шақырмай бар. Қарындасың шақырма. Бекзат 100 жасар. Далаға шығып келсек па? Ассалаумағалейкум, тойға жиналған қауым. Бекзат досым, гүлім досым, туған күнің құтты болсын. Ердің жасы 50 деген. 50-ге келгенде бар, келмегенде бар. Құтты болсын, қуаныштарым ұзағынан болсын. Мына класстастарым әрқашан ойда жүрсін де, қырда жүрсін де, тілекші сендерге. Шын жүректен қабыл алыңыздар. Әрқайсының тілегі бар, бірақ уақытқа байланысты енді айта алмай тұр. Бір-екі жігіттер қысқартып сөйлейміз. Аман болыңдар, сау болыңдар. Общем, Ақжол, мықты денсаулық, зор байлық, бала-шағаларың қызығын көріңдер. Аман болыңдар. Елінің тағы бірнешеуін Құдайдың берген жасын тойлай бер. Бекзат, гүлім, мына қазақта жақсы сөз бар. Мықты еркектің артында мықты әйел тұрады дейді. Осы біздің Бекзатта және жігіт емес, мықты жігіт. Оның артында гүлімдей әйел тұр. Осының бәрін ұйымдастырған гүлімге ризамыз, Бекзатқа ризамыз, ағайын туыс бауырларына ризамыз. Құрдастан! Құрдастан ризамыз. Мына бүгін сәнімдік құрдасымыздың ірітіген тұр, туғанға байланысты сәнімдік құрдасымызға сөйлесін. Құрдасымыз құрды. Сәнімдік өзім Бекзатқа айтып жүрген бір-екі тілегім бар. Ал енді біздің үлкендеріміз төрде отырған Бекзат балаларыңыз 50-ге келді ерлі жасы. Қарап отырсақ 50 деген үлкен белесті бағындыратын жас болса, бізде 50-ге кеп қаппыз. Бекзат гүлім, бүгін сендердің тойларыңның куәсі болып отырмыз. Менің де бүгін туған күнім, Қызылордадан өзіңе әдейілеп аттерлетіп тойға келіп отырмын. Керемет той болды, Бекзат гүлім. Балаларыңа Алла тағалам көзіңізден сақтасын. Әп-әдемі ұл қызды өсіргенсіңдер, немере сүйіп отырсыңдар. Үлгілі болатындай керемет отбасы екендеріңе достарымыз болып, ағайын болып, бүгін сендердің тойларының куәсі болды. Өте қуанып отырмын. Бұдан да үлкен белестерді бағындыра беріңдер. Өсіңдер, өніңдер, осы балаларыңның көрінген қызығы гүлім екеуін тең отырып көріп, әлде де төрде отырған кісілердің ізін басар, бізде үлкен ата-әже болайық. Үлкендеріміз алдымызда аман болсын. Бекзат екеуміз қыз алыспайтын төртқараның шоғанның ішінде бөпеміз. Екеуміз бір күнде туғанбыз. Мінекей бүгін біз 50 жасқа толып жатырмыз. 50 жасымыз құтты болсын. Жетсады орнамыздан бір келіншек сөйлейді. Құрметті тойшыл қауым, тойларыңыз тойға бассын. Бекзат гүлім, бүгінгі жасап жатқан мерейлі тойларыңыз құтты болсын. Шаңырақтарыңыз биік, керегелеріңіз кең болсын. Әрдайым жүрегінде
Енді біз сіздерге қолымыздан келгенше арнайы сыйлық атымызға келіншектердің артынан құрметті Бекзат, сізді мерейлі 50 жас белесіңізбен шын жүректен құттықтаймыз. 50 жас өмірдің ең бір кемеліне келіп, ақыл мен парасат, тәжірибе мен табысты қосқан тағылымды кезең. Осы мерейлі жасыңызда сізге мықты денсаулық, шаңырағыңызға береке бірлік, балаларыңыздың қызығын көріп, немере шөбере сүйіп, ел сыйлаған абыроймен ұзақта ғұмырлы кешуіңізді тілейміз. Әр күніңіз шуақты, әр қадамыңыз сәтті, жүрегіңіз шаттыққа толы болсын. Ізгі ниетпен, тай қолындай бірге өскен құрдастарым және достарым. Ал құрметті бүгінгі той иесі Бекзат пен Гүлім, мынау үлкен мерейлі жасқа құтты болсын. Бүгін 76-лар, тойымыз құтты болсын! Ал енді мына Бекзаттың мына жерде отырған ағалары, үлкендер бүгінгі балдарыңыздың асқаралы ер жасы 50-ге құтты болсын. Балдарың осындай өскен өнген балдарыңыздың қызығын көріңіздер. Әрдайымда осындай тойда Құдай қаласа бірге тойлап жүре берейік. Әлі 60-ымызға алқымдап жетейік, 70-імізге жетейік, 8-імізге секірейік, 9-ымызға 90-ымызға толайық, сүйістіп бәріміз аман есен осылай тойда қауыша берейік. Мынау Қызылордадан именно осы Бекзаттың тойына келіп отырған мынау Қайрат екеуміз. Енді Қайратты бар сөзін маған беріп қойған естіші микрофонда. Бекзат, өмірде бақытты болыңдар, өмір жастары ұзақ болсын. Әрдайым осындай құрметті де қадірлі бола беріңдер. Аллаға шүкір, мәңгі тіреп күнжектегі баратын бір үйіміз осы кісілер. Осындай бұл жерге жайдан жай адам келмейді. Сыйлағаннан келеді, сүйгеннен келеді, сыйлағаннан келеді дегендей. Бекзат пен Гүлімге үлкен табысты, бақытты, баянды ғұмыр тілейміз. Осындай тойымыз көп болсын. Алдағы сөйлейтін адам болса, мейліңізбен, пожалуйста. Ал құрмет қылайық, мына 76-лар құрдастарының атынан бір тайымыз бар. Сол тайға екі тайды көбейтіп, мені үлкейтіп, мына келіншектердің атынан екеуінің елға жауапқа жұп шапанымыз бар. Бір әлеуметті өндіріп, өсіріп отқан Гүлімге ақжолымыз бар, адресатымыз бар, тайымыз бар, түйеміз бар, биеміз бар, короче, бәрі. Ақтөте, сіз құрметті болыңыз. Сізге рахмет, Алла нұры жаусын. Мына Бека естіп отырсақ, Алла сізге нұрын жауып. Негізі жаңа Күшка қабілік, күшка. Біздің Рахмет. құрметті мына тойшылар, барлықтарыңыздан кішкентай артық қылмыстысы әйелдеріңіздер сіздерге тілеймін, бақытты болыңыздар. Мына Бекзат болсын, тек қана құрметті болайық. Бекзат болсын. Беріңдер. Ал енді мына Ғалымжан қыздардың атынан сөйлесін деп алып шығып еді, өз қайтадан дұрыс сөйлеп кетті. Ал бауырым Бекзат, Гүлім, мына бүгінгі бауырым 50 жасың құтты болсын. Барша Шобан әулетіне бұл қуаныш,
күндерің құтты болсын. Осындай туған күндерге жете беріңіздер. Жаңа Сәнікүл бәрін айтып кетті. Шынымен де Бекзат пен Гүлімнің қандай отбасы екен, үйіп отырған отбасы екенін көрді. Соның куәсі болды. Міне, тойға негізі өзім деген адамдар келеді. Шын ниеті түзу адамдар келеді. Енді осы Бекзат пен Гүлімнің бұл жерде отбасылық достары да келген, біздер кластастары. Сондықтан да бәріміз көрдік. Міне, қандай авторитет, жақсы жерден осындай сыныптастарды жиналып жатқаны. Ал құтты болсын, дастархандарың ылғи да тойға, қуанышқа жайылсын. Соның куәсі болып жүре берейік. Отбасыларыңа амандық, дендеріңе саулық тілейміз. Енді рахмет. Енді ағалар рұқсат болса, бір тілекпен қорытындылайыншы, ортаға шықсын, өйткені үлкен кісілердің мазасын алмай енді. Ортаға бір тілекті қорытындылайық. Кім бар? Енді рұқсат болса, аға мен апамы ортаға алып керемет суретке түсіп алайық. Одан кейін балалары сөйлейді, одан кейін аға мен апама ерекше сөз кездесеміз. Ау, біліп менің жолдасым Бәкеңмен теңдей аттас бір жағы олас, теңдей тетелес құрдасы. Бүгін туған күн екен, соған тойдан тобықтай. Туған күніне подаркіңіз бар еді. Сәнікүл апай шақырайық. Ой, бәрекелді, сый-сияпат. Елімізға керемет қазақи нақышта. Бәрекелді, құтты болсын. Ал енді ағалар, осымен ары қарай билегеніміз дұрыс болатын сияқты, аға мен апамызды ортаға алайық. Сөз аз болса би көп болады. Сол себепті сіздердің уақыттарыңызды үнемдеу мақсатында барша 76 жылғы аға тәтелер ортаға суретке түсіп алайық. Ары қарай бимен жалғастырамыз. Сонымен 1, 2, 3. Ой, бәрекелді. 1, 2, 3. Ары қарай барша папа-мама достарының құрметіне керемет биге. Seni
Ой, бәрекелді, рахмет. Достар, бірге қойын бадағына жақсы. Барша 76 жылға ағаларымыздың құрметіне, тәйтелеріміздің құрметіне бірге болсын. Амин. Орындарыңызға жайғассаңыздар, би қойылады, әлі қайда 12-ден би билейсіздер. Аға, орныңызға жайғасыңызшы, өтініш. Рахмет. Енді рахмет. Орындарыңызға жайғассаңыздар. Ай, баяғы Қанат-Кідегі бейсір сияқты кірейін деп жатыр ғой, жақсы. Ал тойымызды әрі қарай жалғастырамыз. Құрмет қошеметпен бүгінгі той иелерін қазір шақырайын деп тұрмыз. Соңына дейін отырғандарымыз үшін ортадан кетпесеңіздер. Мың алғыс, тәте келіңіз. Тәте келіңіз. Енді бүгінгі тойды көтерген осы 6 кісіге ерекше сый сияпатымыз бар. Тәте кетпеңіз. Аға, орныңызға отырсаңыз, рұқсат болса, орныңызға отырыңыз. Орныңызға отырыңыз, аға, өтініш. Сізге қазір. Рахмет. Енді осы 6 кісіге бүгінгі тойды көтергені үшін керемет сый сияпат табыстайтын боламыз.
әрине. Аға, отырсаңыз өтініш. Той иесіне деген құрметіңіз болсын, аға, отырайық, иә? Рахмет. Ал енді бүгінгі тойда көтерген, керемет өнер көрсеткен бүгінгі тойда Баклажан тобына қошеметтеріңіз. Ой, бәрекелді. Сонымен қоса осы тойда керемет асалысқан ГГ тобы. Және де үшінші болып өнер көрсеткен біздің топтың аты қандай еді? 76-79. Ой, рахмет. Енді бұл кісілердің баршасы керемет сый-сияпатқа лайықты. Ендеше сый-сияпаттарын табыстасаңыздар, баршаларыңыз кәнекей, сый-сияпатты табыстаңыздар. Оны ең соңынан берейік, оны алып қойайық. Басқа сыйлықтардың барлығын табыстаңыздар. Кәнекей, табыстап жіберсеңіздер. Кәнекей, сый-сияпатқа табыстасаңыздар. Тігес баға, жақсы, 10 мың теңге тігендей. 76 жылға Ерғазы ағамыз бірінші орынға 10 мың теңге тігемін деп жатыр. Тәте, бағанағы 5 мың теңге қайда алып келіңіз? Бізде 10 мың теңге болды. Ерғазы аға, әкеліңіз. 10 мың теңгені алып келіңіз. Ал, міне Ерғазы ағаның 10 мың теңгесін алып алдым. Тәтенің бағанағы 5 мың теңгесін алайын, кәнекей. Тәте, 5 мың теңге, наличка бар ма? 5 мың теңге, бағанағы уәде бойынша 5 мың теңге дайындап қойайық. Ал, кеттік ал. Сонымен бір-бір биден көреміз. Кім жақсы билейді бірінші орынға? 15 мың үшке бөліне ма өзі? Бөлінбей ма? Жақсы. Кеттік, бөлінеді ғой, көреміз. Бірінші болып онда өнер көрсететін 76-79. Ал, сіздердің билеріңізді тамашалайық. Кәнекей. Опа! Ой, рахмет. Алты соңына дейін қойып отырсаң, той иелері ренжіп қалып. Енді келесі болып екінші өнер көрсететін ГГ тобы. Ал, кеттік ал. Ал, сонымен үшінші Баклажан тобы қалай өнер көрсетеді екен. Ал, енді. Тәте, берерімді білмей тұрмын. Сол себепті бұлай істейікші. Бүгінгі тойға келген барлық адам сіздердің мерейлеріңізді көтеру үшін дәл осылай өнер көрсетіп жатыр. Сондықтан да достық жеңді деп әрқайсысына 5 мың теңгеден берейік. Рұқсат болса, баршаларына бөліп берсеңіздер, сіздердің топтарыңызға 5 мың теңге, және 10 мың теңгені 5 мыңға майдалап берсеңіздер. Үшінші топқа да қате 5 мың теңге беріп қойсаңыз, үшінші топ 5 мың теңгелеріңізді алсаңыздар. Ой, бәрекелді. Сіздер болмаған? Жақсы, аман болыңыздар, сау болыңыздар, тойларыңыз құтты болсын. Рахмет.
Рахмет, енді ары қарай жалғастырайық. Енді орындарыңызға барып бөлсеңіздер күшті болатын еді. Мына жерде базар жөнбейді. Рахмет. Ал енді құрметті де қадірменді ағайын туыс бауырлар, бүгінгі тойдың қорытынды тілегін алатын сәтке де жақындап қалдық. Сол себепті сіздер рұқсат етсеңіздер, бүгінгі тойдың иелерін және барша балаларын, ұл қыздарын және де күйеу балаларым құрмет қошеметпен сіздердің алдарыңызға шығарамыз. Барша той иелері ортаға келсеңіздер. Бекзат ағамыздың ұлдары, қыздары, күйеу балалары, немерелері және де бауырлары құрметті де қадірменді барша ағайын туыс бауырлар, былай текші назарды бір сәт бұрайып, енді ағалар ренжімесеңіздер, сәл сабырлық сақтаңыздаршы. Бүгінгі той қалай өткенін дәлелдеу үшін бүгінгі той иелері сіздердің алдарыңыздан бір айналып өтеді. Бұл кісілер сіздер осы тойды керемет өткізгені үшін рахметін айтады. Сол себепті ал сіздер оған рахметке қошеметпен жауап қайтарсаңыздар. Той иелері алдарыңызда. Бүгінгі той қалай өтті? Қошеметпен білдірсеңіздер. Бір сыр айтады. Достарына мұңалғыз, енді рұқсат болса ағалар орындарыңызға жайғассаңыздар, той иелерінің тілегін тыңдайық, бауырларының тілегін тыңдайық, және балаларының тілегін тыңдаған жөн санап тұрмыз. Рахмет. Сол себепті сол бауырымның қазір жаңа ғана сөзін жалпы есіме аламын ғой, күнде есіме аламын. Бірақ бүгін есіме алып Бекзат бауырыма тілегімді арнағым деп тұр. Бекзат, тетелес өстік қой, сізге деп айта алмайын, шын өтірік айта алмайын. Бекзат, туған күнің құтты болсын. 50 жасың, яғни бір ғасырдың жартысын жасап тұрсыз. Ғұмырлы бол дегім келеді. Ең бастысы өзіңе Алла амандық берсін деймін. Денсаулық берсін деймін. Мына сіздердің келіп шат-шадыман күліп, қуанып тұрғаныңызға ең бастысы мың алғысымды білдіргім келеді. Басым деймін. Мына асабар жолдасқа рахметімді айтып, өзім келіп айттым, мен тілегімді айтып кетейінші, үйге барып ұйықтай алмайтын сияқтымын дедім. Ең бірінші мына ер азаматтың қасында әйел адамы осы тойды ер адам бойынша аңқау болады ғой, бір баламыз сияқты болады шыны керек. Бірақ әйел адам соны басқарып, бұлай болсын деп айтады, шықты ғой ол. Сондықтан гүлім жеңешеме де алғысым шексіз. Бүгін тойларыңыздың өте керемет өтті. Шыны керек, ризамын. Келген қонақтарға да ризамын. Басым деймін. Мынау қатарлары ішінде неше жылдан бері көрмеген бауырларым бар екен. Шыны керек, бір тойда кездесеміз, бір тойда кездеспейміз. Өмір деген өзі бір аяқ астынан болып кететін нәрсе ғой. Бүгін Зухра тәтемді көрдім.
шака ағамды көр, қуанып жатырмын. Баяғыда шыны керек Жамал апам тірі болған кезде қасында болғанда неше жыл 76-ның 76-ның вечерін ағалар осы кісілер бәрі біздің үйге келетін. Содан кейін көріп тұрған екем. Зухра тәтем айтып жатыр ғой, көзіңнен таныдым деп. Мен сол баяғы Алиямын. Аман болыңыздар. Әрдайым той болсын, жақсылық болсын. Мына Бекзат ағамның шаңырағында тек қана жақсылық болсын. Шүкір ғой, Сақален апаның баласы бағана немерелерін алып шығып жатқанда Бекзат ағам көзімен жас шығып жатыр. Енді артынан ерген балаларда тек қана той болсын. Сіздердің шаңырақтарыңызға да тек қана той болсын, жақсылық болсын, қуаныш болсын, тек амандық болсын. Жүздеріңіз жарқырап жүрсін. Келіп көңіл көтеріп жатқандарыңызға мен ризамын. Аман болыңыздар. Сізге ризамын. Рахмет. Ой, бәрекелді. Бауырдың ақтылығы ғой, Ай, бәрекелді. Ал енді рұқсат болса, той иелері сөйлемес бұрын балаларына сөз кезегін берген жөн санадық. Үлкені Абылай, бәрекелді. Келіңіз, Абылай. Ассаламағалейкум, барша тойға жиналған тойшы қауым. Алдыменен сіздерге бас иіп алғыс айтқым келеді. Қуанышыңызға бөлісіп, алтындай уақыттарыңызды бөліп беріп тұрған сіздерге мың рахмет. Әр шаңырақта осындай той болсын. Осыдан кешелі бері қаншама тілек айтылып жатыр, соның бәрі періштенің құлағына шалынсын. Ал әкешім, өзің сияқты көңіл шеттім ғой, жалғымен. Туғаныңыз құтты болсын, әрдайым мұндай арамызда күліп үніп жүре беріңіз. Қуаныштың көжасы ғой. Әрқашан осындай бақытты отбасы болып жүре берейік. Сіздер аман болыңыздар, сіздердің аман болғандарыңыз біз үшін үлкен бақыт. Әрдайым сіздерді биікке көтеріп, ешқашан жерге қаратпаймыз. Туғаныңыз құтты болсын. Папа, туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Әрқашан арамызда осылай асқар әкеміз болып жүре беріңіз. Енеміз бала шағаңыздың қызығын теңдей отырып көріңіздер, мама, бақытты болыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Әрқашан жадырап, жайнап, осылай арамызда жүре беріңіздер. Абыройларыңыз мықты болсын. Әрқашан сыйлы болыңыздар. Барша келіп жатқан қонақтар бәріңізге көптен көп рахмет. Бақытты болыңыздар. Әрқайсыңыздың шаңырақтарыңызда осындай үлкен той болсын. Бала шағаларыңыз көп болсын, әрі бақытты болыңыздар, бақытты отбасы болыңыздар. Көптен көп рахмет. Барлықтарыңызға рахмет, қуанышыңызға жатқандарыңызға. Папа, енді жасың тойыңыз құтты болсын. Отбасыңызда өмір жоспарыңыз жоқ, өмір болсын. Отбасыңызда шамшыра болып, бір-біріңізге күйеу болып жүре беріңіз. Әкешім, отбасыңызға тірек болып, отбасыңыздың тірегі, қорғаны болып жүре беріңіз. Осы күнге жетіп жатқанымыз өздеріңіздің арқаларыңыз, сіздердің еңбектеріңіз бізді осылай тәрбиелеп жатқан. Немереңіз, шөбереңіз, сіздер аман болсаңыздар болды. Отбасыңызбен бақытты болайық, әр шаңырақта осындай той болсын. Тойларыңыз құтты болсын, өмір жастарыңызға, денсаулықтарыңыз мықты, немерелеріңіздің қызығына қоймай, қуанышында рақаттан жүре беріңіз. Құрметті қонақтар, бір сөзім ұмытып қалыпты. Мынау бала күнінде көмжекке жиі келуші едім Каникулда. Әмір ағам көрші болды ғой.
шыны керек кәдімгі осы күнгі өзімнің кәдімгі әжемді Жамал апамды есіме алып тұрмын. Шындық сізге басымнан рахмет. Сосын кеше мен бұл кісілердің қарындасымын. Сосын кеше құттықтап келген жетісаушыларға өте алғысым шексіз. Сол қуаныштың мен білмейді екенмін сіздерді құттықтап келетіндеріңізді. Бірақ сіздерді құттықтап келгендеріңізге риза болдым, қуанышты болдым. Сөзді бөліп ренжімеңіздер, бірақ алғысымды айтқым келеді. Көп рахмет. Рахмет. Енді барлығы қуанышты ғой. Келіңіздер балалары тілек айтсын. Ассалаумағалейкум, тойға жиналған қауым. Алдымен сіздерге көп рахмет. Алтындай уақыттарыңызды бөліп, құрметтеп, сыйлап келіп тұрғандарыңызға. Әкешім, анашым, сіздер осы жетістігіңіздің бәрі сіздердің арқаларыңызда. Осыған дейін қаншама тілек айтып алып, кешелі де бүгінгі де. Сол тілектердің бәрі періштен құлағына шалынып, арамызда осылай күле ойнап жүрелеріңіздер. Отбасымыздың атынан шағын сыйлығымыз бар еді. Балалардың атынан 500 мың ақшалай сыйлығымыз, анамызға алтын комплектіміз, бабамызға күміс печатка, күміс сағат. Рұқсат болса, құрметті де қадірменді ағайын туыс бауырлар, әсіресе ағалар, енді бүгінгі тойды жақсылап өткіздік. Енді соңына дейін жақсы өткізейік, рұқсат болса, 76 жыл ағалар орындарыңызға сабыр сақтап отырсаңыздар. Ал енді тойдың ең соңғы нүктесін бүгінгі кештің иесі Бекзат ағамыз бен Гүлім жеңгемізге беріледі. Құрмет, қошемет болса, 76 жылғы ағалар орындарыңызға жайғассаңыздар, ағалар енді шамалы тойды жақсы өткен көрініп тұр ғой. Рахмет. Көк көйлектегі аға, өзіңіз орныңызға отырыңызшы. Апайы қайда? Мына кісінің апайы қайда? Апайы ие болсаңызшы кісіге. Ой, рахмет. Ал рахмет. Сонымен той иесі Бекзат ағамыз Гүлім жеңгеміз сөйлейді. Рахмет.
Kurdaşlarım da vardır mı benim? Benim kurdaşlarım yok. Життасына келіп жатқан достарым бірінші орын айтып жіберейін. Елу деп мына елу келіп жатқан жігіттерімді айтып жіберейін. Қайрат Алтуши елу. Жүзгенмен атап айта беретін болса көп міне Роза туған болсын Серік міне Сәнгүл міне бүгін менің бірге туып жатқан елуге келіп жатқан Сәнгүл Розаның жүзге келгендер мен достарымды сыртта Алматыда житталды. Сол достарым атынан бәріңе де Алтуши Gülüm ма, gülüm атын айтады қазір. Қайран Алтуши жиендерім, апаларым, бәрін Алтуши ол. Ал құрметті, жанымызға жақын барлық тіршілігін тастап, біздің қуанышымызға ортақтасып келіп жатқан барша ағайын туыс бауырларым, сіздерге алғысымыз шексіз. Бекзаттың бірге болған бауырлары, өзімнің атам енендей болған әке-шешелерім, құда-құдағайларым, анам мен әкемдей болған аналарым, бауырларым, Бекзаттың тайғының қолындай тебісіп өскен бауырлары, және де Бекзаттың бірдей жұмыста бір нанды бөліп жеткен ұжымдастары, көршілерім, сіздерге мыңға бір мың алғысымыз шексіз. Biz yerden gelip atkan dilekleriniz Allah'ın kavına dedi kabul etsin. Özlerinize eselep kaysın. Ballarıma da осы тойды жасап беріп атқан біздің балаларымыздың арқасы. Әрқашан ұрпағымызбен кеңейіп, есейіп, өркендеп аман есен жүре берейік. Сіздерге де барлық қуанышты тілеймін. Жұғысты болсын той. Мен өмірде бір ақырат үйренейін ғой, не үйренеміз да. Қай жерден қыз аламын, су жерден менің бажаларым бар ғой. Мен Алтуши бажаларым. Аман болыңдар, сау болыңдар, Алтуши. Қайда бажаларым, Алтуши бәрі. Рахмет, енді құрметті де қадірменді ағайындар, мінекей тойымыз осымен тәмам. Енді қазақ әрқашан тойды батамен бастап, батамен аяқтаған. Сол себепті құдаларымыздан бір бата болсын және әулет үлкендерінен. Ал илләһи әумин, баршамыз қолымыз жиямыз. Ал ағайын, Алладан не деп сұрайын, жаратқанның жар болсын, батаға сөзі борайын. Дастархан басы мол болсын, сапа жексен жол болсын. Қыдырдарым қырасы, балдарым өсіп ер болсын. Жүргікердің кейін болсын, қызым өсіп бақыда анасы еттен болсын. Мына Құдайым оңдасын, еш жаманның болмасын. Бақ білен бәрекет сақта, абыройды аман сақта. Бақты берген дастархан болсын, туған күн құтты болсын, туған күн күнге жетеді. Әумин. Енді әулет үлкенімізден бір баталайық. Әулет үлкендері, кәлекей, Иісі мұсылман басы, илләһи әумин. Ал құрметті тойжауым, Алтай уақыттан өзім бүгін Бекзаттың күнінің орнына келіп, жақсы құрметті Әумин. Ал құрметті де қадірменді барша бүгінгі тойға жиналған қауым, той осымен тәмам. Сіздер үшін арнайы қызмет еткен
Өркендеу ауылынан келген асаба жігіт Азамат Қару деген ұлдарыңыз мен боламын. Той жақсы өтсе, маған да бір қошемет соқсаңыздар болады. Тек қана қазақтың тойы бітпесін.